Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Барша жер планетасын 4 айға жаулап алған пандемия әлемдік және отандық экономиканы, халықтың тұрмыс тіршілігін төмендетумен қатар әлемдік спорттың қарқынды прогрессіне әсер етіп, тіпті регресске ұшыратты. Биылғы жазда өту керек болған Токио 2020 олимпиадасы футболдан Еуропа чемпионаты келесі жылға шегерілгенін айтпаған күннің өзінде жай ғана уақытша тоқтатылған топ чемпионаттар және чемпиондар лигасы мен Еуропа лигасынан ойнатылмауы спорттық экономиканың әлсіреуіне әкелетіні сөзсіз. Әрине біз бұдан бөлек басқа да өте көп затты білмейміз, десе де өз білім шеңберіміздегі ақпаратқа сүйене мысалға бір ғана клубты алайық. Бірінші себеп әрине футболшылардың, бапкерлердің, барша персоналдың жалақысы, стадионның, академияның коммуналдық ақылары, салықтық ақылары. Бұның бәрі қандайда бір қаражатпен төленетіні белгілі. Әрине шетелдік клубтар қазақстандық клубтар сияқты мемлекетті мойнына асылып, мемлекет қазынасын тонап өмір сүріп жатқан жоқ. Демек, миллиондаған шығындарды клуб миллиардтаған табыстармен жабуы тиіс. Ал осы 4 айда клубтар қандайда бір қаржылық табысқа жеткені шамалы. Футбол клубтары ақшаны жалпы қалай жасайды? Біріншіден әрине сатылған билеттер. Стадионға жиналған халықтың сатып алған билеттерінің ақшасы алаң иелерінің қазынасына түседі. Екіншіден телекөрсетілім құқығы. Дәл сол Матч ТВ, Сетанта, Казспорт және де басқа да телеарналар нақты бір ойынны немесе лиганың трансляциясының лицензиясын ақшаға және айта кететіні қып-қызыл ақшаға сатып алады. Дәл сол себепті YouTube көптеген ойындардың тікелей эфирлерін және жай ғана обзорларын дереу өшіріп, арналарға страйк тастайды. Ал соңғы 4 айда өкінішке орай ешқандай билет сатылмады, ал телеарналар тікелей эфирде футбол көрсетпеді. Үшіншіден әрине жарнамалық одақтастықтар. Fly Emirates әуе компаниясы, Токиолық Rakuten коммерциялық компаниясы, Etihad Катар әуе компаниялары осы 4 айда карантинге жабылғандықтан айтарлықтай дағдарысқа ұшырады. Және дәл сол клубтармен құрылған келісімдегідей ойыншылардың жейдесінде компания логотиптері шықпады. Неліктен? Себебі футболда болмады. Демек, дағдарыстық жағдайда ескере компаниялар клубтарға жарнамалық ақыны қысқартуды ұсынады, ал клубтардың келіспеске амалы жоқ. Букмекерлік компаниялардың жағдайы мүлде бөлек. Оларда дағдарысқа ұшырағанымен шығындары дәл сол әуе компаниялардыкіндей емес. Ең танымал Марафон мен OneXBet компаниялары бәлкім Реалға, Ман-Ситиге, Қайратқа және басқа клубтарға жарнамалық ақыны төмендетуді ұсынбас. Десе де матчтердің ойнатылмауына байланысты өздерінің талаптарын көбейтетіні анық. Әрине футбол клубтарының қаржылық табыстары тек бұнымен шектелмейді. Тізімге ғаламтордағы маркетингтік табысты, футболшылардың қолтаңбасы бар жейделердің сатылуы және нәтижеге байланысты турнирлердің сыйлық ақысын қосуға болады. Алайда жоғарыдағы үшеуі ең негізгі параметрлер. Сөзсіз футбол әлемдік кең таралған спорт болғандықтан дағдарысты қайтсе де жеңеді. Кейбір клубтар тіпті алғашқы қадам жасап, футболшылардың жалақысын қысқартуда. Ал Реал, Ювентус, Барселона ойыншылары бұндай шешімге өз қалауларымен келісті. Ал PSG ойыншылары бұнымен келіспей, басшылықтың соққан қоңырауларына жауап бермеуде. Бәлкім дәл сол себепті де PSG-да қандай қымбат футболшылар ойнамаса да нәтижені алаңда ақша үшін емес, клубтың таңбасы үшін жасайтын футболшылар жоқ. Демек, чемпиондар кубогы де жоқ. Қорытындылай келе, биылғы қиындыққа толы 2020 жылы жоғарыда аталған себептерге байланысты спорттық экономиканы қалпына келтіру үшін көптеген өзгерістер болуы мүмкін. Біріншіден, билеттер қымбаттап, ойыншылардың орташа жалақысы қысқаруы мүмкін. Екіншіден, стадиондардың жоспарланып қойған реконструкциялары кейінге қалады. Ал үшіншіден, қымбат трансферлер мүлде болмай, биылғы жылы Неймардың трансферлік рекорды жаңармайды. Бұл әрине жеке менің субъективті пікірім, және мен бәрі дәл осылай болғанын қаламас едім. Ең бастысы бар жоғы белгісі шынымен де вирус пәлде политикалық идеология ма әйтеуір қытайлық мақұлық жойылса болды. Комментарийге пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Пандемия футболдық экономикаға және жалпы әлемдік спортқа басқа да қандай қиындықтар туғызуы мүмкін? Міндетті түрде барлығын оқып шығамын. Олай болса келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.